Саламатсыздар ма? Мен бүгін будене бизнесі туралы айтам. Мінекей буденем менің 9 күндік қолымда тұр. Уже шатақ. Өзінің китақадай болып туған есінде жоқ, но атишау дейм, көнбей жатыр. Жалпы будене бизнесін бастаған кезде үйде ең бірінші бір шағын азғантай бастан бастауға болады. 200 сондай бастан. Оны бастауға ешқандай қиындық қажет жоқ. Қиындатып та керек емес. Бір ғана инкубатор жарайды. OLX-тен бұл инкубатор алсаңыз да болады. Мына тауықтың жұмыртқасының 90-95-тік сиятын инкубаторлары будене жұмыртқасынан олар кішкентай ғой, 250 мол сият. Сол инкубаторды алып аласыз. Сосын ең бастысы жылы қораңыз болу керек. Себебі жылы қораңыз болмаса балапандарды ұстау қиын болады. Әр кәсіптің өзінің қиындығы болады. Мына жалпы құс ұстайтындар білет. Құстың ең бірінші үлкен қиындығы ол боғын тазалау. Сондықтан соған дайын болсаңыз, сонда ұстауыңызға болады. Ал буденені ең бірінші инкубаторға шығармаймын, оған дайын емеспін десеңіздер, онда дайын будененің несін балапанын сатып алуларыңызға болады. Жұмыртқаның температурасы алғашқы 10 күнде 37-8-де болу керек, ол қыздыру кезеңі. Содан кейінгі 9-шы күннен бастап 15-ші выводнойға дейін кезеңде жайлап температураны түсіре беруге болады. 37-8-ді 37-7-ге, бір 3-4 күннен 37-6-ға түсіру керек. Оны градусникпен медицинский жұмыртқаның температурасын қарау арқылы білуіңіз керек. Жұмыртқаның температурасы 37-5-6 болған жарайды. Егер жұмыртқаның өзі 38 болып кетсе температурасы, ол болмайды. Себебі мынаяқта 37-8 көрсеткенмен жұмыртқаның температурасы одан артық болып тұрады. Ол қашан, ол әбден шығатын кезге жақындаған кезде, сол выводтың кезі 15, 16, 17 күндерінде температура қатты көтеріліп кетеді. Сол кезде мына инкубатор 37 болған жарайды. Сол шығатын кезде нені влажностьті көтересіздер, ал ана ортасындағы сол 15-ші күнге дейін, яғни 9-ші күннен бастап сушка 35 влажностьпен тұру керек, 35%. Алғашқы басында 65 влажностьпен тұру керек. Мінекей соңғы жағы шығып қалды. Жан жағында істеп қойдық. Соңғы жағы шығып жатыр буденелердің. Мінекей. Ал енді мына жақта буденелерді суын қойып, жемін қойып отырғызып қойдық. Мына жерде датчигі бар. Температура қарап тұрған. Бұны төменгі жағын көрсетіп тұр. Міне мына да солай. Мына көбісі шықты. Жемдерін ұнтап бердік. Жемдерін жеп жатыр. Суларын ішіп жатыр. Бәрі су ішіп көрін болып жатыр. Суға анадай мұншақтар салып қоямыз. Болмаса анадай провод ішіне түсіп кетеді судың банкының жанына. Ана ыдысқа кофемолкамен ұнтап қойдым. Нені жемді. Мыняқта бәрі жүр. Мынау кешегі нелер, буденелер уже жүгіріп жүр. Тек астарын ауыстырып үлгеріп жатырық. Несін жай шүберек салып қойдым. Негізі тездетіп бұларды брудерге шығару керекпін. Қораға қазір қыс. Сол қораны утеплять етіп жатыр ғой, гаражды. Соны үлгермей жатыр күйеу жұмыста. Сондықтан әзір осылай тек қайта-қайта мынадай астындағы шүберегін ауыстырып үлгеріп жатырмын. Олар туа сала жем жейді ғой. Шустрый, шүкір. Мынау Қытай сайттан заказ берген балдар тыныш лампочкам. Мынадай датчигі бар. Әнекей өзі ысыған кезде 30 градуста сөнеді, демалып тұрады. Мінекей мына жерде де сол. Мінекей балапандар. Мынадай балапандар жайылып жатса, демек оларға жылы жақсы деген. Олар тоңса бір неге үйіліп қалады. Мынау датчигі жоқ кәдімгі өзіміздің советский лампочка 20-лық
Бұда да жылы міне жатыр. Ана жер имелеп атқанмен ол тоңып атқан жоқ, тек сол анам наоборот светтен қашып атыр, оларға свет ысау дейм. Бізде үйде теплый пол бар. Сондықтан теплый пол қосылып тұр. Кухняда тұр әзір бұлар. Мінекей мынау стартовый жемі. Будиненің өзінің жемін беру керек. И надай кофе молкымен ұнтақтап береміз. Себебі басында олар кішкентай болады. Сол шекер салып бердім суларына. Бірінші 3 күн шекер, содан кейін чик-тоник салып берген жақсы дейді. Салмаса да будинелер іштеме қылмайды, но менде қыс болғасын. Сондықтан салып атырым. Жаңа гаражға отопление жүргізсек ба деген ойымыз бар. Енді пока басында енді инфракрасный лампочка заказ бердім. 250-лік үлкен жылытқыш, солар Қытай сайттан келе жатыр. Келгесін пенопластпен қораны утеплить еткесін гаражды. Сонан кейін бұлар шығады. Енді соны емді жеп, суды ішіп үлгеріп атыр. Бұлар тез-тез өседі ғой, ертөстіктегі жаңағы батыр сияқты. Сол Аллаға шүкір өсіп келе жатыр. Мінекей мынау гараждың бір бұрышынан 2-4 жерді алып, пенопласт бестікпен 2 қайтара 10 қылып қабырғасын сантиметр қалыңдықпен утеплять етіп атырмыз. Как термос болады. Пенопласт не конденция деген буы пенопласт. Буы болғанда пенопласт шығаратын жердегі тегіс емес шыққан пенопласттарды осылай арзан бағада сатып алуға болады. Бір несі 40 мың тұрады, бір газелі. Ол деген мына жердегі кішкентай бұрышқа ғана емес, бүкіл осы гаражды утеплять етуге жетеді. Төбесіне де жарына да екеуден қабаттап салдық. Енді мына қабырғаны жасау қалды. И астына да жерге де салып тастаймыз. Жерге поддон қойып атыр, соң астына да саламыз. Мына қоянның клеткілері бұрынғы, қазір соған перепелкілердің будене үлкен 1 айлықтарын қоюға болады. Ар жағындағы шкаф ол брудер. Жем жеп алып, өздері жатыр светтің астында. Ана жемді аяғымен шашып, тауық құсап шашып тастайды. Содан ұндай тысқа салып қойдым, бектеу болсын деп. Суы яғында да жатыр. Мынау бүгін 9 күн болған буденелер. Мынада біреу тұр. Мына жерде үлкен көріп шарып қойдым. Гараж әлі утеплить етіп болмай жатыр ғой. Соған шыға жіберетін. Уже қауырсындары шықты олар. Бұл тез өседі өздері. Демалып жатыр. Астарына қарағайдың апелькісін салып қойдым. Қара болып тұрған сол қарағайдың сырты қабығы. Қарағайдың апелькісінің иісі жақсы. Су ішетін жерде. Астында да жатыр. Бәрі тығылып. Осы жерде бір 180-дей бас бар. Үшінші көрік. Светі бар. Өздері жаймен жатыр. Иде теплый пол ғой кухняда. Ана ақ жүргенде Техас, олардың да қауырсын шығып жатыр. Мыналар не? Манжур шамалысы. Шамалысы Феникс. Ірі порода. Бройлерный перепелкілер. Манжурлары кішкентай яичный. Енді ол ұқсас, екеуі бірдей. Өскесін айырмасақ. Солай. Бұйырса ертеңге тағы 200 жұмыртқа заказ беріп қойдым, келіп ертең инкубаторға саламыз.